Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті тыңдарман қауым, Рамазан айының да соңына келіп жеттік. Алда Шәуәл айының 6 күндік нәпіл оразасы бар. Алла елшісі өзінің сахих хадисінде саллаллаху алейхи вассалам осы 6 күндік оразаның артықшылығына қатысты айтылған хадистерінде кім Рамазан айының оразасын ұстап, оған қосымша Шәуәл айында да 6 күн ораза ұстайтын болса, ол 1 жыл ораза ұстағанмен тең болады деген хадисі бар. Енді нәпіл ораза деп өттік, өйткені Шәуәл оразасын ұстау мұстахаб. Бұл дегеніміз қалаған адам ұстайды, ұстаған адамға сауап бар, ал ұстамаған адамға күнә жоқ деген сөз. Енді осы Шәуәл оразасы жайында да ішінара сауалдар қойылып жатыр. Соның ең бірінші сұралатыны 6 күн оразаны бөліп ұстауға бола ма деген сұрақ. Енді Шәуәл айындағы 6 күндік нәпіл оразаны қатарынан ұстау шарт емес. Сол 6 күнді Шәуәл айы ішінде бөліп ұстауға да рұқсат. Енді абзал қайсы десеңіз, әрине абзалы 6 күн оразаны айттан кейін қатарынан үзбей ұстаған абзалырақ, дегенмен бөліп ұстаса да саналады. Тіпті кейбір ханафи кітаптарында Шәуәл оразасын бөліп ұстаған абзалырақ дегенгенде мәлімет бар. Екінші келіп жатқан сауал, ол қаза оразасы бар кісі Шәуәл оразасын ұстаса бола ма, әлде алдымен қазасын ұстау керек пе деген сауал болып табылады. Енді бұғанда айтарымыз, қазасы бар кісі, яғни осы Рамазанда бір жағдайлармен, бір себептермен жіберіп алған күндері бар кісілер Шәуәл оразасын ұстау мәселесінде өз еркі, қаласа алдымен Шәуәл айында қазаларын өтеп алады, одан соң әрі қарай Шәуәл оразасын ұстай береді. Ал қаласа әуелі Шәуәлдегі нәпіл оразаны ұстап, кейіннен қазаларында өтей беруіне болады. Немесе былай істеуге де болады. Мысалы, Шәуәл айында қаза оразаларын ұстап, сосын егер ол ұстаған қаза оразаларының саны 6 оразаға толмай жатса, Шәуәл оразасын ұстау арқылы 6-ға толтырса да болады. Мысалы, біреудің 3 күн қаза оразасы бар делік. Ол кісі 3 күн қаза оразасын ұстап, артынан тағы 3 күн нәпіл ораза ұстаса, осылайша бас аяғын 6-ға толтырса да қате емес. Енді бұл қаза оразадан кейін тағы 6 нәпіл ораза ұстауға қиынсынған кісілерге қатысты әрине жеңілдік ретінде айтып отырмыз. Ал жалпы қаза оразасын бөлек ұстап, одан кейін тағы қосымша 6 күн ораза ұстаса, әрине құба-құп. Нұр үстіне нұр болады. Тіпті мүлдем тұтпаймын деушілерге де күнә жоқ. Өйткені жоғарыда айтып өткеніміздей, Шәуәл оразасы нәпіл ораза болғандықтан үкімі мұстахаб, ұстамаймын деген кісіге де күнә жоқ. Ұстаған кісіге сауабы мол. Үшінші сұралып жатқан сұрақ, Шәуәл оразасының ниеті мен Шәуәл оразасының уақыты жайында. Ниеті қалай жасалады, ауыз бекітер уақыты қашан, ауыз ашар уақыты қашан деген сияқты мына осындай сауал келіп жатыр. Шәуәл оразасының ниетін былай ниет етсе болады. Сөз жүзінде ниет еттім Алла ризалығы үшін Шәуәл айындағы нәпіл оразаның бірінші күнін, немесе жаңағыдай екінші күн ұстап жатса, екінші күнін, үшінші күн ұстап жатса, үшінші күнін ұстамаққа деп халиса лиллахи тағала деп ниет етсе болады. Тілмен айтпай Шәуәл оразасына көкеймен діттесе де ол да ниет ретінде саналады. Ал ауызша айтам деушілер әлгіндей ниет етсе де жарайды. Ауыз бекітер сәтте осылай айтып, аумин деп бет сипап ауыз бекіте берсе болады. Ал енді ауыз ашарда болса, қазақша қабыл ете көр деген сияқты тілектерін айтып, әдеттегідей аузын аша береді. Белгілі дұға тілек айту ол жерде шарт емес. Ал уақытына келер болсақ, Шәуәл оразасына күнделікті намаз кестесін негізге алса болады. Әркім өзінің жергілікті намаз кестесіне қарап, таң намазының кіру уақытына дейінгі уақыты сәрес уақыты деп біліп, таң намазының уақыты кірген сәтте ішіп жеуін тоқтату керек. Ауыз ашар уақыты өздеріңізді білесіздер, күн толық ұясына кіріп, ақшам намаз уақыты кіргеннен кейін ауыз ашар уақыты да кіреді. Одан басқа Шәуәл оразасы да әдеттегідей ұсталады. Күн батқанға дейін ішіп жеуден, тағы да басқа осы сияқты ораза бұзатын әрекеттерден бұл Шәуәл оразасында да ұзақ тұруы тиіс. Мүмкіндік болса, жиі намаздар оқып, қосымша тәсбихат тартып, Құран оқыған жақсы. Бүгінше Шәуәл оразасына қатысты айтарымыз осы. Егер алдағы күндері тағы да сауалдар келіп жатса, оғанда осылай ауызша жауап беруге тырысамыз иншалла. Алла тағала тұтқан оразаларыңызды қабыл етсін. Баршаңызға екі дүние жақсылығын сыйласын. Вальхамдулиллахи роббил алемин.